Ханым, торыңыз таң атты. Торыңыз, бүгін сіздің туған күніңіз. Я білем, туған күніңізбен. Рахмет. Мен сізге сіздің таңғы асыңызды дайындап қойдым. Ас үйде тұр. Мен әкем қайда? Сіздің әкеңіз жұмыста, ол бүгін үйде болмайды. Ол маған сыйлық қалдырып кетті ма? Міндетті түрде, ол зал үйде тұр. Таңғы асыңызды жеп, астыға түсіңіз. Ал мен үйді жинаймын. Мен әкем маған қандай сыйлық берді деп ойлаймын. Неге мен әкеммен қасымда ешқашан болмайды? Жарайды, таңғы асымды жеп, астыға түсіп көрейін. Мен осындай тамақтан шаршадым. Осы жақта мен әкем болса, жақсы болушы еді. Ой, бүгін мен туған күнім ғой. Ура! Бүгін менің туған күнім. Менің анам маған сыйлыққа не береді екен? Анашым, мен бүгін туған күнім ғой. Я білем. Кел жеп ал, мен саған сыйлығыңды берем. Я жарайды. Мен қазір жұмысқа шығып кету керекпін. Өйткені менде бір нәрсеге ақша жетпей жатыр, бірақ міне сен сыйлығын, осы қорапшаға қалаған нәрсеңді сала аласың. Рахмет, анашым. Жарайды, сау бол. Есікті жауайын. Күнде осы жұмыртқаны жей береміз ба? Мен шаршадым осы тамақтан. Сыйлық та онша емес. Жарайды, мен анамда аз ақша ғой. Сыйлау керекпін оны. Далаға шығып келейін. Көрейік, маған қандай сыйлық берді. Қайтадан ақша ма? Мен ойладым, нәзік сыйлық болады. Мынау жай ақша ғой. Жарайды, киініп, қазір далаға шығып келейін, осы ақшаны кетірейін. Маскамды шешіп, далаға шығайын болды. Киіндім уже. Все. Зои, сіз қай жаққа шығасыз? Далаға шығып келем. Өзіңіз жалғыз ба? Біреу ұрлап кетсе не болады? Жоқ, шыға алмайсыз. Мерида, білесіз ба? Бүгін менің туған күнім. Осы сіздің сыйлығыңыз болсын. Жарайды, онда түнге дейін жүрме. Мен сенің әкеңнен қорқамын. Ол мені жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Жарайды, сау болыңыз. Вау, осы жақ әдемі екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз запись жасадыңыз ба? Осы жерге. Мен жай көргім келді, менюда не бар? Жарайды, онда. Әдемі жер екен ғой. Сәлеметсіз бе, сізде менюда не бар екен? Бізде бәрі бар. Нені қалайсыз? Менде де ақша жоқ. Ой. Сәлеметсіз бе, Зои? Сәлеметсіз бе? Мен запись жасағамын. Я білем, жай сәлеметсіз бе дегім келді. Сәлеметсіз бе деп қоймаңызшы, пожалуйста. Мынау қыз қандай әдемі. Бай екен ғой. Не бар, что? Айтыңызшы, что не бар? Что бәрі бар? Бәрі бар дегенде не бар? Ең дәмдісі не? Неге айғайлаватсыз? Өйткені бүгін мен туған күнім. Туған күніңізбен, туған күніммен. А сен кімсің? Мен атым Фелис. Фелис? Біз ұқсаспыз. Я, ұқсаспыз екенбіз. Бірақ мен баймын. Ал мен кедеймін. Маған саған деген бір сөзім бар. Кеттік. Жарайды. Мен өзім шашымды қоңырға бояйым. Ал мен сарыға ма?
Я сары шашқа бояйсың, содан кейін сен менің отбасыма барасың. Ал мен сенің, я, саған кедей өмір ұнамайтын шығар, я? Бір күнге көріп көрейік па? Я, ұнаса қаламыз. Онда жарайды, кеттік. Бірақ менде шашымды бояуға ақша жоқ. Мен саған бәрін істеп беремін. Кеттік. Жарайды. Міне, мен осы жақта тұрамын. Үйін кедей екен. Я, бірақ сенде отбасың бар, я? А сенде отбасы жоқ па? Менде тек әкем, менде тек анам. Бірақ мен әкем әрдайым жұмыста. Ал менің анам менің қасында жүреді, бірақ жұмыста болады. Мен әкем мені жақсы көрмейді. Ал менің анам жақсы көреді. Бірақ демеш, кедей болсаң да хотя бы жақсы көреді сені. Сен осы жақта тұрасың ба? Мен өзімнің бөлмемді көрсетейін саған, кеттік. Міне, осы жақта бізде зал. Зал үй. А мына жақта менің бөлмем. Тек қана төсек пен наума. Я, менің мамам менің туған күніме істеді сыйлық. Жаман сыйлық, бірақ жарайды. Все, давай, сен бара бер. Мен үйіме, мен саған көрсеттім ғой. Мен осы жақта көре тұрайын. Жарайды. Сау бол.